Дар алдында әңгіменің авторы Аршын Нұрбақыт. Әке, бүгін сіздің Мадоннаңыздың, біздің мамамыздың туған күні ғой. Бермен қарай шықсаңшы. Нәзіктігі мен сұлулығы қатар ұштасқан Еркеназ ашық тұрған есіктен әкесінің кітап оқып отырғанын көрді де, тағы да Артур Конан Дойлды оқып отырмысың, деп сөзін жалғастырды. Иә, қызым, біздің жұмыс осы ғой. Үздіксіз ізденіп, шытырманнан шиыр тауып шығар жол іздеу керек. Ас үйден алдына жапқан алжапқышы бар мамасы Ұлпан шыға келді. Болыңдар, сендерді ғана күтіп отырмыз. Дастархан дайын. Бұлар тіпті аналарының туған күнін ұмытып кеткеннен саума түге, деп өзімсіне тіл қатты да, айнаға қарап қисайып кеткен орамалын түзеді. Төрт көзі түгел туған күн дастарханына жайғасты. Сүйікті келіннің туған күніне ата-апасы арнайы Астанадан келген. Ал дастарханның байлығын берсін келінжан, айналайын жаның жамандық көрмесін, туған күнің құтты болсын деп ақсақал бата қайырды. Дастархан басындағы емен жарқын әңгіме, құттықтаулар мен жылы лебіздер жалғасып жатты. Әй, осы ақ келінім болмаса, шалым екеуміз баяғыда-ақ тырапай асар едік. Келіннің дәрігер болғаны Құдайдың бізге берген сыйы екенін несін жасырайық, айналайын өркенің өссін, деп кейуана ағынан жарылды. Медғат пен Қасым бөлмесіне кірді де қолдарына ұстаған конверті бар жымыңдап қайтадан шықты. Мама, туған күніңіз құтты болсын. Мынау Қасым екеуміздің сыйымыз. Анталияға 2 адамға жолдама. Әкем екеуің демалып қыдырып қайтыңдар. Рахмет айналайын құлындарым, деп анасы күтпеген сыйға таң қалғанын жасырмады. Басқалары да риза болып, туған күн иесін құттықтап бокал қағыстырды. Сыңғырлай шыққан үнмен бірге Абылайдың телефоны да шырылдай жөнелді. Абылай телефонына қарады да, жұмыстан хабарласып жатыр, сіздер отыра беріңіздер, қазір келем, деді де жедел басып балконға беттеді. Бұларға демалыс күні де бір тыным жоғау, деді көңілді отырысты бұзған күтпеген қоңырауға кейген кейуана. Енді балаңның жұмысы сол, елдің амандығы, жұрттың бүтіндігі екенін білесің бәйбіше, кімге кінә тағарсың? Абылай бөлмесіне суыт кірді де формасын киіп шықты. Мені шұғыл жұмысқа шақырып жатыр, бармасам болмас. Өздеріңіз мені бар деп отыра беріңіздер. Жылы сөз ақ тілектеріңізді Ұлпанның төбесінен жаңбырша жаудырыңыздар, тоқтай көрмеңіздер. Қанеки, деді де бокалды алып, әйелі Ұлпанмен сосын жағалай қағыстырды да есікке қарай беттеді. Капитан Жанат оңласының хабарлауымен тергеуші полковник Абылай Әзімханұлы тізгін ұшымен сағат түнгі 1-ден 10 минут өткенде оқыс оқиға болған жерге жетті. Оқиғаның жай-жапсарымен танысты. Самал ықшамауданындағы элиталық көп қабатты үйдің 4-ші қабатынан 28 жастағы келіншек құлап түскен. Түн болғандықтан оны алғашында ешкім байқамаған. Куәгерлер сәл кешігіп жедел жәрдем көлігін шақырғанымен аузы мұрнынан қан кеткен келіншектің демі үзілгені мәлім болды. Қымбат жиһаздармен жасақталған келіншек құлаған пәтерге барған полицейлер ваннадан аяқ-қолы байланған күйде жатқан марқұмның 40 жасар күйеуін тапқан. Жараланып бір қолы сынған, үй шашылып астан-кестеңі шыққан, есік-терезе қираған. Өлтіріп кетті деп бір сөзді ғана қайталап шошынып қалған есік кіресілі-шығасылы келіншектің күйеуін алғашқы медициналық көмек көрсетіліп ауруханаға алып кетті. Абылай үрейленген тұрғындарды үйлеріне қайтарып, оқиға болған орынның бәрін сызып қоршатты. Сарапшы мамандармен бірге пәтерді қырағылықпен мұқият зерттеді. Не айтасың, Жанат Оңласынұлы, деп капитанға Абылай қыран қабақтың астынан сұраулы көзбен қарады. Аң-таңмын, күйеуі байлаулы, әйелі терезеден секіреді, деді капитан екішті. Секірмеді, оны біреу лақтырды деп қарастырсақ қалай? Бұл да бір жорамал. Мүмкін, оны ертең күйеуінен білетін боламыз. Сосын осы көп қабатты үйдің айналасындағы камералардың қатты дискісін жинатыңдар. Абылай сөйлей жүріп ештеңені назардан тыс қалдырмай сынып, бүлінген дүниенің бәрін суретке түсірді. Кейбір күмәнді заттарды арнайы целлофанға салдырып, қалған шаруаны ертеңге қалдырып түн жарымында бөлімшеге аттанды.
Тергеу процесі басталды. Бірінші ретте әрине марқұм келіншектің күйеуінен жауап алынды. Азамат Қуаныш Бейсенбаев: болған жайт өте ауыр, қабырғаңыз қайысып отырғаны түсінікті. Сонда да болған жайды бүкпесіз айтуыңызды сұраймыз. Бұл қылмыстың жылдам ашылуына көмектеседі, деді де Абылай диктофонын қосып, ал сөйлеңіз дегендей ыңғай танытты. Қалың қайғыдан естанды болған Азамат Бейсенбаевтың халі шынымен адам аярлық еді. Абылай құйып берген стакандағы суды ішіп алған соң дауысы жарықшақтанып сөз бастады. Сол күні әдеттегідей жұмыстан сағат кешкі 8-дерде үйге оралдым. Әйелім өз күтіп алды. 14 жасар және 4 жасар қызымыз демалыс күні болғандықтан ата-апасының үйіне кеткен болатын. Санду екеуміз ас үйде тамақтанып, оны-мұны әңгіме етіп отырғанбыз. Сағат 11-лерге қарай есік қағылды. Көршілердің бірі шығар деп ойымда ештеңе жоқ. Есікті ашқаным сол еді. Бетперде киген, еңгезердей ер адам мені электрошокермен талдырып тастады. Ондай зат табылды деп ойлады Абылай. Бір кезде есімді жисам, әйелімнің жаңағы еркектен жан ұшыра қашып жүргенін көрдім. Ой санам тұманданып, бар күшімді жиып қарсыласпақшы болып едім. Ол мені бейсбол таяғымен кеудемнен және білегімнен ұрды. Есімнен танып қалыппын. Ар жағы бұлдыр деп ауыр күрсінді. Демек, қаскүнем әйеліңізді зорлауға келген ғой. Солай, өздеріңіз көргенде үйдегі қымбат мүліктердің бірде-бірі қолды болмаған. Отбасыңызға қастық жасайды деп күмәнданатын адамдар бар ма еді? Немесе бәсекелестер дегендей? Ірі кәсіпкердің дұшпаны көп болатыны айдан анық. Кім біледі, таппас мынау деп айта алмаймын. Қылмыскердің түр-тұлғасы қандай? Бойы шамамен 2 метрге жуық, алып денелі, тіліне қарағанда шетел азаматы болу керек. Әйеліңіз сұлу көрікті болғандықтан көз жүзіп жүрген еркектер болуы да мүмкін ғой. Әрине, несін жасырайын. Бейтаныс ер кісілерден хат сыйлық келіп тұратын. Әйелім адал болғандықтан оларды бірінші маған көрсететін. Сөйтіп екеуміз ондай дүниелерге көз жұма қарайтынбыз. Сандуғаш Көкеновамен отасқандарыңызға қанша жыл болған еді? 5 жыл. Жарайды, Қуаныш Тимурұлы, болған іске болаттай болыңыз. Біз тағы да айғақтармен танысып, бұл қылмыстың бетін ашатын боламыз. Бара беріңіз. Қуаныш Тимурұлы шығып кеткеннен кейін Абылай болған оқиғаға ойша анализ жасап отырды. Соңғы кезде не үшін осындай оқиғалар жиіледі? Әйелдер неге құрбандыққа шалына беруі керек? Бұл қалай болғаны? Біз қай жерден қателестік? Кабинетке капитан Жанат Оңласынұлы арсалаңдап кіріп, Абылайдың ойын бөліп жіберді. Өзіңнен естіген анекдоты бір айналып өзіңе қайтып айтып беретін қожанасырлау ақ көңілі жігіт. Абылай Әзімханұлы, оқиғаның шыбышы табылды, деді олжалы келгенін байқатып. Тамаша, ал, сөйле. Қандай әдемі келіншек, өлімге қимайсың ғой, қимайсың. Сонда ажарсыздау, сиықсыз адамдарды өлімге қиясың ба? Ауа жайылмай, дерегіңді айт. Оқиға болған көп қабатты үйдің айналасына қойылған камерадан пәтерге кірген бейтаныс ер адамды байқадық. Тұрғындардың ешқайсысы танымайтын боп шықты. Сағат нешелерде кірген? Түнгі 11-лер шамасында. Дәл келіп тұр. Қуаныш Тимурұлының айтқан жауабын ойлады. Пәтерден қай кезде шығыпты? 12:30 шамасында. Онда ұрыста дұрыс жоқ, дереу іздеуге кірісейік. Жанат қалтасынан насыбай алып аузына салуға ыңғайланды да Абылайдың қарап тұрғанын көріп тұқшыңдап қалды. Әбеке, бұл бәлені сіз сияқты бірден қоя алмай жүрмін. Жайлап ұмытармын, ұрыспаңыз. Насыбайға мемлекет шектеу қойды, ал сен заң адамы бола тұра заңды бұзасың. Осың дұрыс па? Болды Басеке, қойдым міне, деді де терезеден Насыбайды лақтыра салды. Мынауың дұрыс болды, қожанасырым. Сағатына қарады да, кеттік залға, жаттығамыз, деп Абылай кабинеттен шықты. Артында қалған Жанат тағы бір қалтасынан Насыбай шығарып, мына қалтада тағы барын білмей қалды. Сізді де атақты детектив дейді-ау, деп күбірлеп қолына жымиды. Қаланың барлық полиция қызметкерлері жұмылдырылып, бір апта дегенде Алтын Орда базарының маңайындағы жалдамалы жатақтардың бірінен күдіктіні қолға түсірді. Күдікті 52 жастағы Наматжан Сабиров. Өзбекстан азаматы, жалдамалы жұмыскер. Дереу
тергеуге алынды. Күдікті бастабында жалтаруға тырысқанымен электрошокер мен бейсбол таяғындағы саусақ ізі, камерадағы бейне, тағы да басқа бұлтартпас айғақтарды көлденең тартқанда қылмысын мойындауға мәжбүр болды. Абылай Әзімханұлы күдіктіге бастан аяқ барлай қарады. Иә, ол пәтерге не мақсатпен бардыңыз? Бастабында тонау мақсатымен барғаным рас. Олардың бай отбасы екенін білетін бе едіңіз? Жоқ, басқа біреулер жол көрсетті ме? Мен Қуаныш Темірұлының құрылыс компаниясында біраз жылдардан бері жұмыс істеймін. Демек, бұрыннан таныссыз. Уақытылы есептесіп тұрдыңыз ба? Иә, ақымды жеген кезі болмады. Ары қарай жалғастыра беріңіз. Мен ол үйге бұрыннан барып бұзылған ток жолдары, техникалық жөндеу жұмыстарын жасап жүргендіктен бағалы заттарын қай жерге сақтайтынын білетінмін. Соңғы кезде қаржыдан қиналып жүргендіктен тонаушылық жасауға бекіндім. Сөйтіп сағат 11-лерге қарай сол пәтерге бардым. Есікті ашқан Қуаныш Темірұлын электрошокермен талдырдым да, қымбат бұйым сақталған төргі бөлмеге қарай жүргенімде ваннадан шыққан жартылай жалаңаш әйеліне көзім түсті. Ойым бұзылып. Иә, сосын не болды? Абылай кідіріп қалған күдіктіге сөйлей бер деп ишара жасады. Еркекпіз ғой, бұрыннан сол әйелге ындыным құрып жүретін. Орайы енді келді деп ойладым. Сонымен ұрлық жайына қалды. Бірақ әйел мен ойлағандай оп-оңай икемге келе қоймады. Қолымнан сытылып шығып ашық тұрған терезеден өзін лақтырды. Сосын ұрлық та жайына қалып, өзім зорға бас сауғаладым. Жарайды, басқа айтарыңыз бар ма? Мені шайтан азғырды. Істеген ісіме қатты өкінемін, деді күдікті күрсіне қынжылып. Содан бері біраз күн өтті. Тергеу барысы аяқталғанымен бұл істен бір шикілікті аңғарған Абылай Әзімханұлы сотқа жолдауға асықпады. Мұнысы басшылыққа ұнай қойған жоқ. Бірде түс әлетінде ішкі істер бөлімінің басшысы полковник Қуандық Бірлікұлы Абылайды ресторанға кездесуге шақырды. Бұл жаңа келген бастығының сырына қанық емес еді. Өзіңді әріптестермен алыстатпа, және де жақындатпа ұстаныммен жүретін Абылай әр қилы ойдың жетегімен уәделі уақытта мейрамханаға барды. Қош келдің Абылай Әзімханұлы, деп Қуандық ресторанның VIP залынан құшақ жая қарсы алды. Қош көрдік Қуандық Бірлікұлы. Дастарханға шақырғаныңызға рахмет, дегенмен менің құрметіне жайылған дәм екенін түсінбедім, деді Абылай нәумез. Ой, бауырым, тергеуші десе тергеушісің ғой, мінекей келгеннен тергей жөнелдің. Жай, әріптес ретінде әңгімелесіп, жақыннан түсінісіп сырласуға болатын шығар бауырым, деп жақаурата кеңкілдей күлді. Талай істің тігісін жатқызған тіс қаққан екені байқалып тұр. Айтпақшы, мына сусындықтың қайсынан татушы едің, деп стол үстіндегі самсап тұрған ішімдіктерге қол созды. Рахмет, мен спиртной ішпеуші едім, ал мынадайдан болады, деген Абылай дастарханда тұрған тассайды алып өзіне құйып қойды. Оның дұрыс екен, маған рұқсат болса. Қуандық өзіне вискиден құйып тартып жіберді де, өзінің өмір жолы, қызметке қалай келгені, қазіргі саясатқа көзқарасы туралы ақтарылып сөйлей жөнелді. Сөзшеңдігі байқалып тұр. Абылай мұқият тыңдады. Айтпақшы, Абылай Әзімханұлы, сіз құрмет орденін алғаныңызға 3 жыл болыпты. Содан бері басшылық сізді неге наградаға ұсынбаған? Бұл сіз сияқты өз ісіне шебер, кәсіби маманға жасалған қиянат емес пе? Давай, құжаттарыңызды дайындаңыз. Мен сізді биыл парасат орденіне ұсынамын, деді вискиге аздап қыза бастаған Қуандық әңгіменің әредігінде. Көңіліңізге рахмет, атақ ретімен беріле жатар, Құдай абыройдан айырмасын. Сәл үнсіздіктен соң, Қуандық Бірлікұлы, әңгіменің тоғытеріне көшсек, жалпы маған не айтқыңыз келіп отыр, деді тік мінезді жігіт мына іш пыстырарлық әңгімеден жалығып. Иә, істің тоғытері былай. Түн ұзарса, түс көбейеді деген анау марқұм келіншектің делосын жабу керек. Қалай жабамыз? Ол істің күдікті тұстары бар, тағы да зерттеуді қажет етеді. Абылай Әзімханұлы, сіз ақылды адамсыз, қалай түсінбейсіз? Мына өмірде біз түсінбейтін, шамамыз жетпейтін қым-қуыт жағдайлар көп емес пе? Деді Қуандық қыл мойыннан стаканына еселей құйып. Жоқ, мұныңыз заңға қиғаш, деді Абылай шорт кесіп.
Отбасың, бала шағаң бар, соларды ойла, болашағына балта шаппа. Келіссең, өзіңде жаман болмайсың, қашанғы қызметтік пәтерде жүре бермексің, деп Қуандық стаканын көтеріп, тәлтіректеп келді де Абылайдың құлағына сыбырлады. Тағы да қайталап айтам, мұныңыз біздің мемлекеттің заңына қайшы, атыңызға адал болыңыз, деді Абылай түсін суытып, даусын қатайтып. Мемлекет, заң дейсің бе, ертегіңді айтпашы, ол күштілер мен байлардың қолында, деп қарқылдай күлді. Есіңізді жиыңыз, сіз мені бопсалап тұрсыз ба сонда? Тапқан екенсіз, мен мұндай құқайдың талайын көргем. Ашулы Абылай иығындағы Қуандықтың қолын итеріп жібергенде стақанның күл талқаны шықты. Өмірің мен жұмысыңды ойла, өзіңе қиын болады. Тағы да ойлан, уақыт берем, деді Қуандық ықылығы атып. Бұл кезде өрт сөндіргендей түнерген Абылай мейрамханадан шығып бара жатты. Тіке бөлімшеге тартты. Кезекшілікте отырған капитан Жанат оңласын ұлымен амандаспастан Насыбай қалтасын сұрап, бір атымды ерінге лақтырып, ашу ызадан жарылардай болып үйіне бет алды. Басекең бұл бәлені қойып еді, мұнысы қалай, деп түк түсінбеген Жанат Абылайдың артынан ұзақ қарап тұрды. Үйге келген соң іші әлем тапырақ болған Абылай жаңа бастығының айтқандарын ой сарабынан өткізді. Бала шағаңның болашағына балта шаппа, жұмысыңды, өміріңді ойла деген сөздер санасында жаңғырып тұрды. Төрде ілулі тұрған отбасылық суретке көзі түсіп, жүрегі шым ете түсті. Мына өмірде әділетсіз дүние аз бекен. Қайсыбірінің үдесінен шығарсың. Жеке батыр боп не қиратпақ, жабулы қазан жабулы қалсын деп қолды бір сілтесеше, дұрысы сол емес пе? Ауыр ойға шомған, мұның көңілін көрші бөлмеде сабағын пысықтап жатқан қызы Еркеназдың жарқын дауысы аударды. Айтсам деген сөзімен, дүниеге қарап шындық көзімен, ар алдында мен өзімді әрдайым, дар алдында тұрғандай-ақ сезінем. Еркеназ тағы да қайталады. Тұп-тұнық селкеусіз мөлдір үн, алғаусыз пәк көңіл. Ар алдында мен өзімді әрдайым, дар алдында тұрғандай-ақ сезінем. Абылай өлеңге қосылып кеткенін де аңғармай қалды. Манағы күдік күмәннің бәрі сейіліп, дереу бір байламға келді, тіпті жадырап та қалды. Тәуекел, деді іштей жұдырығын түйіп. Иә, өзімнің емес, бала шағымның болашағын ойлауым керек. Содан былай жанына капитан Жанат оңласынды алып, Сандуғаш Көкенованың ісін май шаммен қарағандай шұқшия зерттеді. Кәнігі ізгесер тосын мәліметтер жинады. Араға адамдар салып, пара бергендерді тойтарып тастады. Әрбір елеусіз детальдарға дейін сұрыптап екшеді. Күдікті Наматжан Сабировтың мойындауынан ойға қонымсыз жалғандықтар шыға бастады. Сонымен Өзбек еліндегі бұрыннан таныс құқық қорғау саласының қызметкерлері арқылы Әндіжан қаласының Асака ауданының тұрғыны Наматжан туралы мәлімет жинау қиындық тудырмады. Күдіктіге әйел зорлады деп кінә тағуға ешбір негіз жоқ боп шықты. Өйткені Наматжан 20 жасында ауған соғысына қатысып, қырғын шайқастың бірінде ауыр жараланып, еркектік мүшесіне зақым келген. Сол себепті өмір бойы үйленбеген, былайша айтқанда әтек. Сонымен ол неге кісі өлімін мойнына алды? Сонымен Жанат, сен қандай қорытындыға келдің? Деп Абылай сынай қарады. Соған миым жетпей, ақылым айран боп отырған жоқ па? Мысалы, саған 10 миллион берсе, жасамаған кісі өлімін мойныңа алар ма едің? Қанша? Аз ғой, тағы біраз қосса. Жоға, әбеке, не деп кеттіңіз адамды шатыстырып, деп Жанат шоршып түсті. Мінекей, ақшаны айтқанда сен бірден бейсаналы түрде келісімге келуге рай таныттың. Ал құрылысшы өзбектерге бұл көп ақша, олигархтар үшін бұл копейка, арзымас дүние. Сонда Сандуғаш Көкенованы күйеуі Қуаныш Тимурұлы өлтірді дегіңіз кеп тұр ма? Дәл солай, бірақ дәлел жеткіліксіз. Қайдам, көршілерінің бұл отбасы тату-тәтті, күйеуі мешітке садақа беріп, қайырымдылықпен жиі айналысады деп шаң жуытпай, олардың жарасымды жұп екеніне кепілдік беріп отырғанын қайда қоямыз?
Күштінің арты дермен тартқан заман, бай кәсіпкерден жасқанып жалған куәлік берулері әбден мүмкін. Ондай жағдайлар болады. Сосын күдікті Наматшаның жалдамалы жұмыскер жалғыз бауыры жуырда ғана Асака ауданының орталығынан жап-жаңа үй алған. Бұл мәселеге ауылдастарының өзі таңғалысын жасыра алмапты. Бұл рас болса, Наматшаның бауыры үшін жасаған ісін бағалауға болады. Менің ағамды білесіз ғой, әйелінің айтқанынан шықпайды. Абылай бір жымиып қойып әңгімесін жалғастырды. Олардың жауабы бойынша марқұм терезеден секірген-міс. Ал өзің ойлашы, әйел шалқасына жатыр. Өз еркімен терезеден секірген адам көбінде етпетінен құлайды. Ана оңбағандар өлген әйелді терезеден лақтырған демекпісіз? Межеме солай болуы мүмкін. Тұра тұр, сөзімді бөлмей тыңда. Есіңде болса, Наматшан тергеуде әйелдің ваннадан шыққанын айтса, ал күйеуі ол уақытта ас үйде әйелімен тамақтанып жайбарақат отырдық деді. Сондай-ақ Қуаныш Тимурұлы мен Наматшан оқиғаның сағат 11-ден кейін болғанын айтқанымен, марқұм келіншектің қолынан табылған ақылды сағат Сандуғаш Көкенованың жүрек қағысының 9:30-да тоқтағанын айғақтап тұр. Міне парадокс. Бұған қоса Қуаныш Тимурұлының бұрынғы екі әйелінің де кездейсоқ ажал құшқанын есепке алыңыз. Мен сенімді адамдар арқылы күні бұрын қысқартуға жіберілген сот медициналық сараптамасына қол жеткіздім. Марқұм келіншектің өлуден бұрын 4 қабырғасының сынғанын және тырнақ астынан күйеуінің тері қалдықтарын анықтадым. Демек, оны айуандықпен қинап өлтірген. Жарайды, қалғанын тағы көре жатармыз. Мен қызымды мектептен алуға кеттім. Деректер туралы тіс жарма. Істің байыбын әлі қорытып үлгермеген Жанат басын сипаған күйі қалды. Абылай апақ-сапақта Горный гигантта орналасқан Назарбаев зияткерлік мектебінде оқитын қызы Еркеназды күтіп алуға барды. Көп күттірмей қызы да шықты. Екеуі қатарласа жүріп көшені кесіп, жаяулар жолынан өте бергенде қапталдан өздеріне қарай құйғытып келе жатқан қара джип көлігін көрді. Қас қағым сәтте әбжіл қимылдаған Абылай қызын арғы бетке итеріп үлгергенімен өзі қатты соққыдан анадай жерге ұшып түсті. Абылай ауруханада есін жиды. Оң жақ ортан жіліктің морт сынғаны болмаса, басқа жарақаттарды елемеуге болады. Бастысы қызы дінаман. Абылай мұның сөзсіз қастандық екенін сезді. Аса діншіл болмаса да, бір құдіретті күштің барына сенетін, мойнындағы анасы берген бойтұмарды сипалап жүрек тұсына басты. Арада 10 күн өткен соң, жақындары мен доғдырлардың қарсылығына қарамай, балдағын сүйеніп ақсаңдай басып, Сандуғаш Көкенованың ісін аяқтауды ұйғарды. Наматшан тәжірибелі тергеушінің бірден өктем, бірден жұмсақ, шым-шытырық қойылған сұрақтарынан сынып түсті. Ол үйге сағат 11-де Қуаныштың шақыруы бойынша барған. Сосын қожайыны табан астында сценарий құрған. Оның қаржыдан қысылып жүргенін күні бұрын білетін Қуаныш Наматшанмен 9 миллионға келіскен. Бұл кезде 1,5 сағат бұрын жан тәсілім еткен келіншек еденде жатқан еді. Сөйтіп Наматшан тергеушіге үлкен сомаға кісі өлімін мойнына алғанын мойындауға мәжбүр болды. Ал Қуаныш бұлтартпас деректердің барына қарамай, барынша қарсыласып бұлталақтап баққанымен, мен оны үлдемен бүлдеге ұрадым, алтын күміске малындырдым, ол қалағанның бәрі жасадым, елде жоқ көлік мінгіздім, коттедж салып бердім. Ол оңбаған менің жасаған жақсылығымды білмеді, өзінің менің ғана жеке меншігім екенін түсінбеді, еркін жүргісі келді, соңында сыбағасын алды, деп айғайлады тығырыққа тірелгенін білген соң. Мінеки, сен оған жеке мүлкің ретінде қарадың. Ол жиһаз емес, адам еді, адам деймін, ал сені адам деуге аузым бармайды, деді көп ашулана бермейтін Абылай үстелді тоқпақтап. Мені бәрібір қамай алмайсыңдар, ертең-ақ бостандыққа шығатын боламын, осы істеген ісіңе әлі-ақ өкінесің, деді Мізбақбай. Сен байлығыңа сеніп қылмысты жасыруға тырыстың, тіпті сот медициналық орталығындағы адамдарды, ішкі істер бөлімінің басшысын парамен сатып алдың, бірақ сатылмайтын дүниелер де болады. Ол ар-ождан, деді Абылай бұл жолы байсалды түрде.
Сөйтіп, біразға созылған қылмысқа нүкте қойылып, іс сотқа жөнелтілді. Отағасы-ау, жұмыс деп әбден діңкелеп болдың, енді әлгі екі ұлдың алып берген жолдамасымен Анталияға барып демалып қайталық, деді әдеттегідей ұлпан күйеуіне өзімсініп. Сәл күте тұр, тағы да бір кезек күттірмейтін іс болып тұр. Абылай әйеліне сөйлей жүріп, балдағына сүйеніп самалдыққа шықты. Қазанның ептеп желемігі соғып тұр, үстіндегі киімін қаусырынып, іштей күбірлеп. Енді аяқ астынан мезгілсіз еңбек демалысына кеткен Қуандық Бірлік ұлының ісімен айналысу керек, деді Алатауға қарап. Әңгіменің соңы. Әңгімені ықшамдап оқыған Роза Сұлтаналиева.